Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, сіздермен бірге ауылдың жігіті Жаныбек. Құдай қаласа біз оған ноқта жасайтын боламыз. Ол үшін бізге мынандай жіптер керек. Жіптер шамамен 3 метрден алып кеттік. Ол үшін 3 метр жіп дедік қой. 3 метр жіп шамамен теңестіреміз. Теңестіріп алғаннан кейін ортасын бұраймыз. Бұрап жібереміз, ораймыз. Сосын ағаш қыстырамыз. Оны аяқпен ұстаймыз. Жіптерді шығарып алдық, аяқпен ұстаймыз. Енді әуел басын өріп көру керек. Ол үшін бізде ұйқас былай болып, оң жақтағы жіп үстіден келу керек, осылай бір. Сол жақтан астан келеді. Сосын бір-бірінен айқасу керек. Астан келген үстіне шығады, үстіне келген астына шығады. Осылай айқастырып жүреміз. Оң жақтағы үстіден келеді. Сол жақтағы астымен келеді. Біреуін астынан үстіне жүреміз. Соны төртеуін тарттық. Тірелді. Қайтып көрсем, оң жақтағы үстімен өткіземіз. Сол жақтағыны астымен әкелеміз. Ортада айқастырамыз. Яғни оң жақтағы үстімен келіп, мынаны астынан түсіп, сол жақтағы астымен келіп, ортада үстімен өтеді. Еш қиыны жоқ. Осылай жалғасып кетеді. Оң жақтан келеміз, үстіне саламыз. Сол жақтағы астымен өтеді. Мына оң жақтан келген үстіне түседі. Тартып қоямыз. Оң жақтан алдық. Оң жақтан үстімен келді, сол жақтан астымен алдық. Ортада оң жақтағы астына кетеді, сол жақтағы үстіне кетеді. Айқастырамыз. Жіпті тартып шығарып тұрамыз. Бұл бізде төрт өрнек. Бір үстіден келді, екі астыдан келді. Астыдан келген үстіне шығады, үстіден келген астына шығады. Ондай. Оң жақтан жібереміз, сол жақтан астынан жібереміз, ортада айқастырамыз. Бұл осылай кетеді. Басында қиын. Одан кейін үйренген соң қол жүріп осылай. Шап. Осылай ерінен аспай тоққан сайын, өлген сайын тартып тұрамыз. Бос болу үшін. Оң жақтан үстіне келіп, сол жақтан астына келіп, ортада айқасына тартып қоямыз. Форма шығып тұрады. Бір үстіден келіп, екі астыдан келіп, ортада айқасын тартамыз. Сол жаққа, оң жаққа. Оны ешқандай қиын жоқ. Яғни бұл ноқта жасау. Жалпы үлкен кісілерден үйрендік осы. Бірақ енді бұрынғыдай жасамайды қазір. Басқаша жасайды. Мына жіп не үшін керек екен қазір. Кейін жинақтағанда түсінікті болады. Егер сен мынандай әдемі төрт-өрім арқаншықпен баталған. 3 метр жіппен осынша шығады. Өлеңде қысқа қылады. Қасаңыз ғой. Қандай? Әсем. Енді қазір естейміз. Біз қазір шылбыр жасаймыз. Яғни кішігірім арқан өреміз десе болады. Осы 3 дана жіп, шөптен шыққан жіп бізде. Шамамен 2 метр болады. Ар жақ басын бекітіп қойдым. Жағын түйіп қоямыз. Сосын бізге мынандай бір тұрба керек болады. Пластика бар, кез келген. Осының ішінен өткіземіз. Осы жерге бұраймыз. Бірінші оң жаққа бұраймыз. Сосын қосып сол жаққа бұраймыз. Қазір көрсететін боламын. Мен кейінмен мән бермей қойдым. Дала шаруасы үйреніп жіп өткіземіз. Сосын шеге кез келген өткіземіз. Содан бізге оң жаққа бұраймыз. Әбден бұрғанша. Ар жағын бекітіп қойдық қой. Не бұраймыз. Яғни әбден бұралғанша бұраймыз. Арқанды да осылай жасайды осындай технология техникамен. Жүген шылбырын, ноқтан шылбырын, немесе малға бас жіп, осындай әсем жасайды. Яғни 3 жіп жақсы, 3 жіп сосын бұл жіп қайтып қосылады, қосылып келіп барады, сонда 6 жіп болып есептеледі ғой, қалыңдап барады. Екеуі қалып кетеді, төртеуі болады. Баған жерде ақырындап шығарады, сосын болған. Бағандай болды. Бүйтіп тартып тұрамыз. Орта жағын аламыз. Бізге орта жағы керек. Енді орта жағын түзедік те, біз өткізіп жүру керек. Өткізіп енді екеуін де іліп аламыз. Енді жаңбызы оңға барады, сағаттың бағытын енді тартып ұзын болып кеткен. Енді керісінше бұраймыз. Сағат ағасы бағыты.
яғни арқаны езу дейді ғой, арқаны езу деп атайды. Жақындап көрсеттім ғой. Оператор жоқ, жалғыз өзім жұмыс жасайды. Жаңбыр болып кетті. Барынша тартым қатпаймыз егер. Ішіне кетпейді, өзінің қалпына келеді. Шамал, созамыз. Соз. Жасаймыз. Не қыз болады. Осындай есіліп шығады. Осылай есеміз. Осы шылбыры болады. Тоқтаны шылбыры. Сағақ дегеніміз мал егін астын қазақтар сағақ дейді. Соған сағақ деп аталса керек. Яғни ноқтан сағағы. Біз негізі қайыстан жасайды ғой. Бізде қайыс жоқ қой, бізде не бар? Былғары бар, белгілерді. Осындай ұзындық жарайды. Кешеміз. Кесіп, осындай кесік жасаламыз. Мәшеттен де. Бізге өрілген арқамыз жетсе ғой. Жалпы төрік. Біреу, кешесінде. Сағақ дайын болды. Енді өрілген арқамыз. Былай жасаймыз. Өткіземіз. Ағаны өткіземіз. Үстін өткіземіз. Мынаны өткіземіз. Былай сервисі болады. Сағақ дейтін мынау еттің астына түсетін жері ғой. Мынау үсті кеңсірік болады, тұмсығының үстіне түсетін кеңсірік, мынау жақтау жиектілік, мынау тоға дейді, тоғасына байлаймыз. Бұны былай істейміз. Былай шығардық па. Мынадан айналдырамыз да, айналдырып өтіп, мына өткіземіз. Өзі қыспалады. Мына жерде де. Яғни бұл біздегі бұзаудың кеңсірігін, тұмсығының үлкендігін нетіп отырамыз. Үлкейтіп, кішірейтіп реттей аламыз. Реттеу оңай болады. Енді әжеге негізі көбінесе жасайды. Шығырық, шынжырдан шығырық жасайды. Олай істесе болады. Мен көбінесе шығырық жасамаймын, бірден шылбыр деп ойлай жүремін. Шылбыр бағана далада істеген жүрді. Ескен арқанымыз. Өткіземіз. Өткізіп, ойлай жүрсек болады. Шығырық болмай қалады, шығырық болмай қалғанда осылай жасаймыз. Сонымен ноқта дайын. Яғни осыны мысалы былай аяқты өстейін. Не бұл не? Бұзаудың тұмсығы дейміз. Бұзаудың тұмсығына келді ғой. Мынау жақтау болады, екі жақ жақтау. Желкесінен өтеді, құлағының артынан желкесінің үстіне түседі. Міне тоғасына кіреді. Ана тоғаға кіреді. Содан бір байланады. Мысалы түйіп жібересіз. Болды. Мынау шылбырдан тартып жібересіз. Ноқта дейтін қолдан жасалатын ноқта осындай болады. Егер сіздерге бұл ноқта жасау әдісі ұнаған болса, лайк басаңыз, видеоға таралуына себепші болайық.
комментарий қалдырамыз, пікіріңізді жазып, және сізде де қай өнерде қалай жасайтыны жаза кетсеңіз, айта кетсеңіз, келесі контентте тек арқанның өзіне ғана ноқта жасауды көрсететін боламын. Келесі видеоға дейін сау саламатта болайық.